Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болатын өзгеше бір тағамның түрін дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен етті, жуаны, картопты, сәбізді және болгар бұршын барлығын бір келкетіп турап дайындап аламыз. Ыдысқа салып, дәміне қарай тұзын қосамыз, қара бұршын қосамыз, жарты кеседей су қосып, және үйіңізде қандай дәмдеуіштер бар, соны қосып, мен мына жерде кішкене орегано қостым, және барлығын араластырып дайындап қоямыз. Содан кейін табағымызға ұнды елеп салып, 2 жұмыртқа қосып, кішкене тұзын қосып, еттің қамырын илегенде қамыр илеп 10 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болғаннан кейін бірнеше бөлікке бөліп, қатты жұқа қылмай, орташа осындай формаға келтіріп, ішіне салмасын салып дайындап қойған, осындай әдемілеп духовканың ыдысына салып, және үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған духовкада 1 сағаттай ұстаймыз. 1 сағаттан кейін тамағымыз дайын болғасын аламыз, осылай пышақтың көмегімен кесіп, және үстіне осындай 1 қасық қаймақ қоссаңыздар, өте дәмді болады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады.